қалай шеп көріп жатыр ма? Өзіңіз қалайсыз? Рахмет, Аллаға шүкір. Бір айдай болып қалып, осы Dandelion кіргеніме, продукцияны сатып алғаныма, мен денсаулығым үшін келдім. Өзім жасым 70-те, Ақтөбеденмін. Қазір міне Ақтонаға келіп жатырмын. 4 жыл үйде шықпай тұрған адам, мен деген коронавирустан кейін қаным қою болып, 3 ай сайын капельницамен болдым. Аяғымның несі тартылып қалды, яғни тамыры, жалмайғымның балдақпен жүрмін. Соны 3 күн ішкеннен кейін, мен деген прям ұшқым келіп кетті. Шын айтамын ол деген, Алла куә. Сосын тек бәрін тастадым да, заттарымды алдым да, Ақтауда үлкен қызым тұрады, у нее давление, гипертоник. 50 жасы, 50-ге толған жоқ даже. Соған зыттым қызыма, барып ішкіздім сразу. Сосын екінші күні уже у нее 140-130 рабочий давление жүрген. Она не ощущает его. Это же вообще ужасно. Соны естігенде вообще қорқып кеттім. Сразу сол қызыма бардым да, соны бере бастадым. Үшінші күні уже она говорит, таңертең өлшейді, кешке өлшейді. Дәптеріне жазады бәрін. 140-тан түспейді, қарасам. Стабильно стоит. Сосын уже екінші күні үндеген жоқ. Все нормально, так же 120. Үшінші күні қарасам 115. 120-ға түскен. Сосын мен Ақтауға барған сайын Сысуға барам, Радонға. Соғана кеттік таңертең. Барып келдік, анда түстік, бәрін жеңіл көтердім. Мен де жеңіл көтердім прям. Бұрын деген жүрегім соғып, шаршап сөйтіп. Тез шығып кететін. 7-5 минут одан артық болмайтын едім ана судың ішінде. Мына жол ыстық 28 градус қайнап тұр күн деген. Мен ана судан шығып келмей прям денем қабылдап жатыр. Ешқандай жүрек соғыстым да жоқ. Не устаете? Да, нет, бодрость такая вот. Сосын үйге келіп шай ішіп алдық та, еще шопингқа кетіп қалдық. Легкость прям, летать охота, орысша айтқанда. Сөйтіп жүргенде, давай померим давление теперь, идем. Келсек 115. Она говорит, да ну, мама, говорит, это сломался тонометр. Я говорю, ты что? Менікін өлшейді, мое давление, баласыныкін өлшейді, его давление. Видишь, тонометр работает, это твое давление. Мам, я даже не красный, обычно қызарып жүреді. Сөйтіп результатты қолда көрдік, мен қуанып жатырмын. Мен всю жизнь БАДымен келе жатырмын. Мен дәрі ішпеймін вообще, тек БАДымен. Сонымен сақтап жүрмін. Мен 2 инфаркт алдым. 2 раза стентировалась. 3-ші күннен бастап энергия берді. Ұйықтай бастадым. Мен күндіз вообще ұйықтамайтын. Түнгі ұйқы бөлініп, ұйықтамағасын дәреткеде жүгіре бересің. Таңертең меңзең болып тұрасың, басың ауыр. Өзің жинай алмай қаласың ғой. Мұнан ішкеннен кейін күндіз де ұйықтаймын, түнде де ұйықтаймын. 6 сағат, 4 сағат. В моем возрасте это нормально. Жасым 70-те. Ертеңіне өзім алған продукциямен сразу таңертең іштім. И все, кетті тазарту. Күнде регулярно, все окей, как в аптеке. Соған да ризамын. Ол деген тоже өзімізге уымыз тарайды ғой, мынау деген бәрін шығарып жатыр іштегі бәрін. Сіз енді өзіңіз после инсульта, да, қазір? Нет, я после коронарографии. Инсульт я давно уже пережил. Өткенде келгенде сіз больницадан шықтыңыз? Да, судан. Инсульт я давно пережила. Әрең тұрдыңыз ғой? Да, одышкамен. Вот у меня, во-первых, это сердечно, во-вторых, у меня после коронарографии хобл у меня, хроническое легочное заболевание, бронх. Мен құртай қозғалсам тек қалтырап дірілдеп ынтығып қалам. Бүгін көрдіңіз ғой, мы поднялись по лестнице, жеп-жеңіл көтерілдім. Мы ходили чай пить, легко, без одышки, спокойно поднялись. Что, высокий есть, пролет вот такой высокий, не вот так плавно, а вот такой. И спускалась, бұрын дегенмен бір аяқпен түсем, сосын екінші аяғын бір аяққа түсем, сөйтіп түсетін едім. Қазір 2 аяқпен жеңіліп прям түстім. Амана, я там, смотри, как я спускаюсь, прям легко. Прям колени отпустили. Кәдімгідей тізелерім прям ауырмайды. Шын айтам. Рахмет от души.